Қайырлы күн. Бүгін біз бетке арналған гимнастикалық жаттығу жасаймыз. Ол үшін бізге ешқандай қолды пайдаланудың қажет жоқ. Егер сіз массаж жасағанда бетімнің терісі салбырап кетеді немесе созылып кетеді деп қорықсаңыз, осындай гимнастикалық жаттығулар жасаңыз. Олай болса кеттік. Ең алдымен басымызды осылай оңға және солға кезек-кезек бұрамыз. Енді мойнымызды жарты шеңбер жасап, осылай оңға және солға айналдырамыз. Енді кеудемізді жауырынымызды ашып, осылай терең демалып, жаттығу жасаймыз. Енді оң қолымызбен басымызды осылай оң жаққа бұрып ұстап, 30 секундтай тұрамыз. Сондай-ақ терең демалуды ұмытпаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа да қайталаймыз. Енді мойнымызды оңға және солға жартылай бұрамыз. Яғни бұл біздің алдыңғы мойнымызға арналады. Сондай-ақ екінші екеде өте пайдалы.
Енді астыңғы иегімізді осылай жоғары көтереміз. Өздеріңіз байқағандай, бұл біздің екінші иекке өте пайдалы. Енді ерін жандағы бұлшық еттерді қатайту мақсатында осылай видеодағыдай күлеміз және бұртиямыз десек те болады. Енді ернімізді жиырып, оңға және солға кесек-кесек қозғаймыз. Енді ернімізді жиырып, бетімізді оңға және солға бұрамыз. Сондай-ақ бет бұлшық еттеріне акцент қоямыз. Енді ернімізді жиырып, бет бұлшық еттерін жоғары көтереміз.
Енді ернімізді осылай алдыға қарай шығарып, мұрын жанындағы бұлшықеттерді қатайтамыз. Сондай-ақ бұл қас арасындағы әжімдерге де өте пайдалы. Енді бетімізді оңға және солға кезек-кезек жоғары көтереміз. Және де соңғы жаттығу осылай қасымызды жоғары көтереміз. Сондай-ақ маңдайымызда әжім болмауын қадағалаймыз. Осымен гимнастикалық жаттығуымыз аяқталды. Сондай-ақ сау болыңыздар.